алейкум, сайгылы телесерчилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі сатқа бойле малюмат. Екі ел девамында хабаржылық себебінден 40 адам иштен бошатылды. Мустафа Эвлер қорантасы дешетлі хасталық араст келді. 10 яшлы Тимур Палы реабилитацияда мұқтач. Украинада арбейджілер қараманлар или бір сырада. Ахмеджетте ең яқшы оджа сечілді. Тузлы хамур бойынжақ веяғлы боя әлі яратылған ресімлер. Пушкина китапханесінде адеттен тыш сергі açılды. Бұл ведегер хаберлер ақтабы зым яйнымызда сир етіңіз. Ахмеджетнің Киев район махкемесі Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир тешкілятында іштірак еткенлерінің адлейджісі Эмиль Курбединовға жеза тәнледі. О 5 сутка девамында апсте болынажақ. Бұқта Крым информагентлігі хаберете махкемеде мемори ішінің бақылығы туневін ақшам башланды. Қабатланғанның менфатыны оозу тақдим етті, бұндан ғайры 6 адлиеджі веда 6 гражданы майджесі болынды. Хатырлатамыз Эмиль Курбединовның Facebook сәйфесінде ясақ етілген малюмат или бір қач язув тапылды. 2017 сене январь айында адлиеджеге низбеттен бұна ұшаған іш бақылған еді. О вақыт махкеме бұл инсанға 10 суткалық мемори апс шекілінде жеза тәнледі. Ясақ етілген тымсалер или нешірлер емді Хизбут Тахрир тешкілятының акцияларында іштірак етуге чағырған видео веджанлы яйынлар алып барылығы 2013-2014 сенелері адлиеджінің Facebook сәйфесінде пейда олды. Экстремизмге қаршы система Украина тарафындан эпосы қорқызуларының оғыны алмақ керек. Бүгін Қырымның елбашчысы антитеррористик комиссиялар аппаратларының реберлері елек кечірілген топлашуда боле бүлдіруіні сеслендірді. О қайдетті ке Қырымда қомшу мемлекетінің күчлері тарафындан кергін вазиет яратыла. Жүмхуриетте терроризм везегер хавсызлық телікелері için esas мания Кувет структуралары ве девлет акимиетінің органлары или берабер бақылған чарелер ве әрекетлердір, деп Сая Сергей Аксенов. Те меры, которые принимаются в части антитеррористической защищенности объектов Республики Крым, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, топливно-энергетического комплекса, должны предусматривать все возможные угрозы. Пентагонда Керіч боғазында Украина арбиденіз қойетлерінің гемелері или адесіге арбиджева берілмесінің музакері етмейлер. Бұақта Вашингтон Пост газетасының музакері мейданында Америка Қошма Штатлары штабларында мудирлер комитетінің рейсі Джозеф Данфорд білдірді. Оның фікірінже халқара топлулық дипломатия иқтисадиет яда хавсызлық саларында адесеге сесленмей керек. Арбиджева пүсе музакері етілмей. Ойымды қошты ке Русия арби құветлері генераль штабының мудиры Валерий Герасимов или бағлы вақада музакері етілмей. Хатырлатамыз ноябрьнің 25-інде Украина арби деңіз құветлерінің уч гемиясы Русияның девлет сынырны қанунсыз кечтелер ве қара деңізден Керіч боғазына yol алдылар. Олар хафлы әрекетлер беджірділер, Русия кеметінің қануни талапларына бой сұнмадылар ве яқыландылар. Русия президенті Владимир Путин бұл әрекетлеріні провокация деп адлады. Қайсы тарафта олмасы мұйымдегіл. Украинаның юқары радасы Русияда ясақ етілген 10 УПА ордусының арбилеріні ұлы ваттан женкінде іштірак еткен Совет ордусының аскерлері елі бір sıраға қойды. Бөлі қануны Украин парламентінің мебуслары қабыл еттілер. Қайдетілгенне көре арби әрекетлерде іштірак еткенлер эпосы атта нацистлер тарафында женклешкенлер ветеранлар деп сайылалар. Весиқада емде арбилерлерінің сайысы белгілене 2018 сене май 23 күніне Украинада шымды яшаған боле сәкенлерінің сайысы 1201 инсан тешкілете. Хабар алғанлары себебінден Қырымда 2 ел девамында 40 адам іштен бошатылды. Хабаржылық или Курешев күннің арфесінде Қырым сәкенлеріні боле мен фиялар или таныш етув бойынша тедбірлер кечіріле. Әлбетте боле әрекетлер үшін жеза чарелері ақында да малюмат беріле. Бұндан ғайры ермада сәкенлеріне хабаржылық қайсы бір саада зияде жераст келгеніні ачтылар. Бұақта бозым левхамыз.
Хабарчылық или Куришов күнүнү декабрден 9-да хайда тейлер. Ел бүтін мемлекетте бұл менфи әрекетлерінің огуну алу бойынша тедбірлер кечирили. Гражданларны анық олған хабарчылық схемаларының исааты или таныш етейлер. Ве бұл әрекетлерге қаршы күреш алып барылмасы музакире етели. Бұл мевзуда эпосы мемурлар, иш адамлары ве атты мектеп талебелері или субъект етели. Мы стараемся ребят самих нацелить. Вот как вы думаете, а почему это хорошо? То есть, чтобы научить ребят думать. А самое главное, чтобы они вот уже из стен школы вышли с твердой уверенностью, что коррупция это плохо, и человек, который дает взятку, также виноват, как и человек, который эту взятку берет. Кенчилер или субъект уюн шекилде тезеле плакатлар чизыла, квестлер кечирили уйкен сыныфларның талебелері ise университетлерге да doğrusu имтихан баалары үчүн пара талап етілген алларға азырлайлар. Абитуриентлерні тенбейлейлер бөле вақытта дерал сесленмек керек. Студентлерге де тамам бұл мевзуда лекциялар оқылды. Все говорим на местах, все рассказываем о коррупции, но если кто-нибудь, чтобы хоть раз обратился, вот сам факт. Кырым Мөдеслик педагогика университетінде хабарчылыққа қаршы әрекетлер бойынша комитетінің векеллері студенттерге анлаталар. Хабар алудан ғайры хабар беру да жазалана. Лекция сербест форматта кечірілді. Студенттерге чешіт аллар ақта тариф еттілер. Оларның қайсы бірісі хабар сайыла, қайсылары есе инсанлардың тешікүр білдірілерідір. Беле oldu ki яш неsil бұлардың фарқына бара екен. Задавались очень такие серьезные вопросы, касающиеся тех сфер, где наша молодежь сталкивалась уже с проявлениями коррупции. Обсуждали некоторые спорные моменты в виде того, какие способы, по мнению нашей молодежи, существует преодолеть коррупцию. Я думаю, что мы сегодня друг друга услышали. Мы услышали много нового для себя и надеюсь, что они много нового услышали для себя. Бұл сене Қырымда хабарчылық или бағлы жинаятлерінің сайысы экселді. Ве бұл ақта айтмақ керек. 2017 сене ве 2018 сененің бұл күнінеже өз иш ерлеріні 40 инсан терк еттілер. Оларының 9-ы ишанчтан чықтылар. Böyle аллардан сон bu insanlar bütün memleketimizde devlet strukturlarında çalışıp olmayacaklar. Bunun birge yanı kanun boyunca memuriyetlerinin yolbaşçıları olarak tayin edilecek mebuslar ve namzetler mutlaka teşkil. На сегодняшний момент проведена проверка практически 50 человек. И вы знаете, что у нас через 10 дней в городе Симферополе состоится конкурс. 9 человек подали свои документы должным образом, в полном объеме. И сегодня комитет уже проводит проверку. Devlet belediye hizmetinde yasaklar ve sınırlar riayet etülüvünü prokuratura közeti. Teşkürevler yardımı ile tek bu sene devamında 2000'ge yakın hukuk bozuluğu anık oldu. 600'den ziyade şahıs intizami mesuliyetke celp edildi. Запреты и ограничения на государственной муниципальной службе, они установлены законодательством о противодействии коррупции. Это, во-первых, представление сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера. Это запрет на участие в коммерческой деятельности для лиц, замещающих государственные муниципальные должности и должности государственной муниципальной службы. Соблюдение требований об урегулировании конфликта интересов. Кырым Cumhuriyeti хабарчылыққа қаршы әрекетлер бойынша комитетінің векеллері işler nazirliginin ve prokuratura idaresinin xadimleri en sık rast kelgen xabarcılıq sxemalarını belgilediler. Birinci yerde federal maqsadlı programma amelge keçirilip tuра. Бюджет параларына құруcılıqqa iştirak etkende çoxusular қолға түшелер. Bundan son memurlar ile kullanılған kanunsuz sxemalar ve xabarcılıq tuра. Ve üçüncü yerde GİBDD xadimleri ve onlardan hareketleri yerleşi. София Шукурова, Энвер Аблязиз, Магомед Нестуров, Миллет üçün. Gençlerinin ruhiyatı emde oku yurtlarının meselelері. Кырым Мөдеслик педагогика университетінде поколение Z вызовы и возможности мевзуға бағышланған Тогерек Масанын екінші күні кечірілді. Бүгін Cumhuriyet Devlet Şurasының Sağlık Saqlaf Nazirliginin emde cemaat структураларының векілері iştirak еттілер. Ярмадада терроризмге yol kapatылы вақта субъект keçті. Тедбір кеті шатында devlet idarелерінің xadimleri umumi fikirге келділер. Интернетте чешет хафлы малыматтар қатыла, оны блок етмек керек. Молодые, неокрепшие, неопытные еще души за собой в никуда, то нужно употребить все инструменты, которые у нас есть для регуляции средств массовой информации,
радио, телевидения, искусства, кино, литературы. Этот инструментарий в современном смысле этого слова — это никоим образом не цензура, не какие-то силовые методы. Нет. Речь пойдет о психологическом здоровье нации, о тех проблемах, которые возникают у детей и подростков, которые не могут еще ориентироваться в социальных сетях с массой информации. То есть речь пойдет именно об этом. Он яшлы Тимурға желе шекілде палы реабилитация керек. Бұл бала енді 6 ел девамында Хантер хасталығынен көреше. Шымды от едавеленуге мұқтач. Тавсилатлы Султания Ситакаева тариф етежек. Тимур 4 yaşında olganda butun elifbeni bileve bala bahçesine katnaydı. Oğlançıqның inkişafı akranlarından da ogdi edi. Ama sabi mektep ralesi o güne oturup olamadı. Ekimler balaga Hunter hastalığı degen korkunçlu diagnozunu koydular. Timur'un uzviyeti pek gerekli. Zararlı toksinlerini çıkargan fermentini işlep çıkarmasını toxtattı. Bu hastalık butun müçelerini boza ve hastanı zehirley. Tek 2014 senesi Timur yetişmegen fermentini ilaç şeklinde içip başladı. За счет государства мы получаем этот самый препарат. В этом году, к нашему счастью, нас включили в федеральный бюджет. Каждый понедельник мы проходим капельницу 3,5 часа. Тот самый фермент мы получаем. 3 флакона в неделю требуется Тимуру для хорошей и полной реабилитации. Толу шекілде тедавиленмесini Тимур кеч тек 6 yaşında olganda başladı. O vakitte endi balanın uzviyeti ozunun muhim vazifelerini joygan edi. Oğlanda boğumlar kıyın hareket eteler. Timur çok çapamay, tez yorula. Bundan da gayrı bala yarama eşitip başladı. Şimdi o eşituf aletinin kullana. Bundan gayrı Timur толу şekildeki реабилитацияға muhtaç. Это массажи, ЛФК, парафинотерапия, постоянные занятия с логопедом, дефектологом, теперь еще как следствие утраты слуха и сурдо-логопедом. В общем, постоянная пожизненная реабилитация. Проходим периодически дельфинотерапию, ипотерапию, это занятия на лошадях. Ciddi hastalıkka bakmadan Timur pek faal oğlançıqtır. Okumağa seviye etraftaki muhitnin meraklana. Hatta sportnin oğraşmağa tırışa. Sabırsızlıknin yanı yılını bekley. Здравствуй, Дед Мороз. Меня зовут Тимур. Я хочу гитару. У меня есть сестра Минана. Она хотела подарок шарик рок. Я хочу новый мяч и новый маквит. До свидания, Дед Мороз. Timur'un anası Olga oğluna yardım etmek için kolundan kelgenini yapmağa tırışa. Ama epası proseduralarga para yetişmey. O pervasız kalmagan insanlardan yardım soray. Öz balasına inkişaf etmek için imkan bakşışlamağa istey. Ailege yardım etmek için ekranlarınızda көрген hesapka para yollamağa mümkün. Султания Ситакаева, Иван Евдокимов, Millet için. Бүгін 1988 сенесі юз берген ер тепленуі нәтижесінде елек олғанларының қатыра саңыла. 30 елі велсі бұл вақа бұттун дүнияны шашырты. О заман бұттун шертуысының вераны тілді ве оның екінтылары тұбынде бенлер жейінсан елек олды. Тек 30 сәне ішінде 21 шер ве 350 кой веранеге чевірілді. Ерсене Қырымда yaşаған әрменелер топланалар ве құрбанларының қатырасына аңалар. Дуалар оқула ве гүллер қойыла. До сих пор эти раны кровоточат, потому что даже не полностью еще восстановились города разрушенные. Вот сегодня мы проводим панихиду по тем безвинным жертвам и стараемся сохранить память. Пайтақтымыздың ең яқшы ұжасыны белгіледілер. Учитель года России 2019 адлы муниципаль конкурсының ғалибонен бізі мұхберіміз Сабрие Алимова танышылды. Дерзайте. Қорқмаңыз, инкишаф етіңіз бұл біздің зенатымызда ең эсас шейдір. Муниципаль басамақның ғалибы Наталья Филипенко мұна бойле тефсиелер бере. О, 10-шы санлы гимназия мектебінің тарих ожасыдыр. Оның тәжірибесі 4,5 елдір. Балаларға малуматының мерақлы шекілде тақдим етмек қабілеті или жюри азаларыны эпосыны айретте қалдырды. Очень интересная тема была у меня. Менің мевзум пек мерақлы еді. Бұл қадими Русия пейда олығы. Біз әдеттен тыш дерске чырдық. Өземаневи дерске ошамады. Балаларының білгілеріні қайдетілді. Конкурс Совет дәвірінен белі ожа новатор Василий Сухомлинскийнің 100 елғына бағышланды.
Бу конкурс октябрьнын 15 күні башланды. Ве мында пайтақтымыздың 10 мектебі иштирак етті. Оларның арасында аятият, яни биология ожасы Геннадий Швейдель булынды. О, өз интернет ресурсыны юксек севейде нумайыш етті. Ве тасил лихасыны ачыклады. Яш ожа эмин, эн эсасы балаларға илимге севгі ашламақ керек. Отдавать душу. Балларга жаныны ве юрегini бермек керексін. О zaman зиманеви талебелер сені әрдайым беклерлер. Учитель года России 2019 конкурсының шер басамағы әр елы чешіт мектеплерде кечіріле. Ен эсас критерий бу ұжаларының ихтисаслығы ве талебелерінің білгілерідір. Ғалиплер тақдерленген вақытта белі олды ке. Келечек сене конкурс Макроусова адына 7-ші санлы мектебінде кечечек. Тамам шу мойсесеге елдан елға бір мектептен башқа мектепке кечкен эйкелчик теслим етілді. В нем будут участвовать наши дети. Бу иште біздің талебелеріміз иштирак этежеклер. Мади базамыз ишлетілежек. Біз эпосы тешкили тедбірлерні азырлайжамыз. Элбетте, бөлек бұл конкурс біздің мектебімізді кечірілігі біз үшін бұйық урметтір. Жюри азаларының рейсі Ахмеджет мемориеті елбашчысының муавені Татьяна Сухина қайт еттіге. Конкурста юксек ихтисаси кейфетлерінің сайыплері олған ожалар иштирак еттілер. Мы стартовали уже Біз bu işni 2018 senesi başladık. Şer ocasını Cumhuriyet konkursuna yollayımız. Onun Kırım konkursu endi 2019 senesinde geçirilecek. Onun neticeleri çıkarılgan sonra Galip Hıtağa yol alacak ve Kırım'ını takdim edecek. Тантаналы байрам кетишатында шерефли мусафирлер галиплерні дипломлар ве чешет хатыра бақшышлар иле тағзирледілер. Наталья Филипенко энді учитель года России адлы Джумхури ярыш беклей. Ве эгер бу оджа анда да галибе казанса, о Кырымны Умумрусия конкурсында тақдим этежек. Сабрия Алимова, Владислав Кравцов, Миллет үчүн. Кырым татар эдебиятының хазинесіне да 5 китап қошылды. Оларны Исмаил Гаспринский адыны ташыған медиамеркез дерчетта. Китаплар ана тілерде эдебият нешыры тілі вастасы еле, Русия халқларының бірдемлігіні инкишаф етірмек программасы бойынша дүния юзыны көрділер. Бүгін Девлет Милетлер Ара комитетінде бұл китаплар тақдим етілді. Рәсімде Кырым татар зиялылары, белі язычылар ве шайырлер, чалғыжылар, жемат ырбаплары бұлындылар. Иджеди программадан ғайры Кырым татарларының урф адетлері ве медениеті ақта бүлгілері бойынша викторина кечірілді. Бұйындағымда кесене медиамеркез тарафындан басылған китапларының 5-ші тақдимнамесыдыр. Среди них такие книги, как Урии Эдемовой, Ипчи Умера, Бекирова Шевхи и Ситумеровой Алие. То есть плюс к этой книге у нас нотное издание композитора Фивзи Алиева в 2 томах. Это его авторские произведения, и это очень значимо для крымско-татарского народа, потому что, как я всегда говорю, книги – это тот неоценимый вклад в историю, культуру, традиции и обычаи крымско-татарского народа. Поэтому сегодня у нас большой праздник. Яғлы бояви акварелили яратылған ресімлер. Бойынжақ бисер тузлу хамырдан ясалған ел-япмалар, чешіт шедеврлер. Бұлар эпісі бір экспозицияда тақдим етілді. Александр Пушкин адына меркези шер китапханемізде создавая прекрасное серлевалы серга açıldı. Bu acayip eserleriyle bozum muhbirimiz Naciye İsaeva tanışıldı. Халq yırları ve muzikası Kırım tasviri sanat ustalarının sergisini belli halk icracıları açalar. Böyle muhite taqdim etilgen şedevrlerde ayrıca koruneler. Sergide yaş ustalarının 60'tan ziyade işi taqdim etildi. Ekspozitsiyada tasviri sanatının aman-aman eposi çeşidi var. Portretler, peyzajlar ve natürmortlar, grafik resimler ve masal kahramanlarının tasvirleri. İşler arasında biser boyunca ve tuzlu hamırdan yasalgan şeyler var ve elbette ananevi Kırım tatar nağışları. Böyle sergiler meneminім bizim medeniyetimizge bir inkişaf olacak. Elbette milli duygularını yarata ve yaş nesilimizni celp edecek kısmet olsa inşallah. Zori Ziyadinova milli urbalar kegen koklalarını yaratta. O bu işiyle 20 yıldan ziyade uğraşa. Onun eserlerine Kırım tatarlarının milli tüsü has bir kokla bütün bir etnosuna akseti. Когда приехали в Крым, начали работать. Kırım'a koçkenimizde men Kırım Tatar Milli Mektebinde çalışıp başladım. Evimizge musafirler kelgende öz milli ruhumuzni göstermege gerek olaydı. Böylelikle men koklalarını milli urbalarımızda taqdim etip başladım.
Қырым пайтақтың сакины яқында ижад етіп башлаған ресам Лимара Амзаева да ресамчылық сahasында өз ішлерін нумайыш етті. Бөлі гүзелік яратмақ үшін назари ве амили білгі аздыр. Бұның үшін бойық істек керек ве ең əsası bu işке çok вақыт айырмалысын. Амма үш баланы анаға вақыт тапмақ еңгіл дегіл. Они меня вдохновляют, то есть... Олар маңа илхам берелер. Менің вақытым етішмей. Балаларға диққат айырмақ керек, ама мен оларға ижатнен оғрашмақ кереклігіні аңлатам и көстерем. Олар да маңа бақып өздеріні ресамчылықта яда башқа сада көстергенлеріні істейм. Ижади yönelişlerinin nazikligi ve özgünlüğünü seyretmek fırsatı Kırım sakinlerine dekabrının sonuna berili. Bu sergi Pushkin adına kitaphanede taqdim etilgen. Naci Isayeva, Irvin Emiraliyev, Millet için. Шымдылық бұл мәліматларының эпосы еді. Саат 21:30-та келечек хаберлер программасыны қачырманасы бұзылы олыныз.